Суицидті бұл ел D витаминімен жеңген. Мұнда қоқыс ең басты байлық. Өз мусоры өзіне жетпей, көрші елден қоқыс сатып алып, одан энергия өндіріп отырған планетадағы жалғыз ел Швеция. Әлемдегі ең беделді сыйлық Нобельді осында береді. Мұнда тапқан табысыңның жартысынан көбін салыққа бересің. Соған қарамастан дүниеде өзін ең бақытты сезінетіндер Скандинавия елдерінде тұрады екен. Бұл зерттеулер нәтижесі. Швецияда 50 миллиард доллары бар шіреген бай да қоғамдық көлікпен жүре береді. Логом деген термин Швеция халқының санасына туғалы құйылады. Ол бақыттың кілті деп есептеледі. Бүкіл мемлекеттік жүйе, барлық өндіріс, қызмет көрсету, жалпы өмір сүру салты осы логомның негізінде жұмыс істейді. Ол не түсінік? Әрі қарай. Логом деген қарапайымдылық. Адам өзінің басқадан қай жағынан да артық екенін көрсетпеу. Мақтану, мәдениетсіздік, жатқылық есептеледі. Өзін қарапайым ұстау, жұртпен тең жүру Швецияда ең басты құндылық. Мұнда өзінің материалдық, интеллектуалдық тұрғыдан жеткен жетістігімен мақтанып, жар салу, көрсету нонсенс. Халқы логом түсінігінде өмір сүргендіктен іштарлық, көре алмау деген дүние атымен жоқ. Бәрі қарапайым, киім киіс, жүріс тұрыс, қарым қатынас. Швеция қаншайымы Мадленді көшеде итінің бүлдіріп кеткенін тазалап жүргенін көру әдеттегі жағдай. Оның үй шаруасымен айналысуы да дәл сондай дүние. 60-шы, 70-ші жылдарда өз-өзіне қол жұмсаудан алдыңғы орынға шыққан Швеция, жалпы Скандинавия елдері ол проблемадан D витаминінің көмегімен құтылған. Географиялық орны, климаттық жағдай тұрғындарда D витаминінің жетіспеуіне әкеледі. Салдарынан психикада проблема туған. Олар бұны D-мен реттеген. Швецияда адамды жұмыстан шығару ең қиын шаруа десе де болады. Тіпті мүмкін емес. Ал егер сіз компанияның бұрынғы қызметкері болсаңыз, сізді жұмыстан шығару шансы 0. Өзің кетесің бе, әлде кетуге көмектесейін бе деген намек атымен жоқ. Ал алда-жалда қысқарту бола қалса, алдымен ең соңғы келгендер кетеді. Бұрыннан жүргендерді олардан бұрын ешқашан шығара алмайды. Мұнда қызметкерлердің құқығын қорғайтын түрлі кәсіподақтар көп. Олардың өздері-ақ жұмыс берушіні жеп қояды. Әділетсіздікке жол бермейді. Олармен дауласқанша қызметкерді орнында қалдыру әлде қайда арзан екен. Қарапайымдылық шведтердің қанында бар, және олар бұл қасиетті балаға бала кезден сіңіру үшін логомды балабақша, мектеп жүйесіне ендіріп тастаған. Мұнда 6-шы сыныпқа дейін баға қойылмайды. Бұл да адамдардың бәрі бірдей деген логомдық ұлттық ұстанымдарының негізінде жүзеге асқан дүние. Елде білім алу тегін, зейнетақы мен жәрдемақы жақсы. Бір қызығы, архитектурада, жиһаз шығару өнеркәсібі де осы логом түсінігінде салынып жасалады. Қазіргі сәнге айналған скандинавиялық стиль, минимализмді ойлап тапқан осы ел. Үйде артық ештеңе тұрмайды, тек қолданатын дүние ғана болу керек. Бұл да бөлмеге жиһазды үйіп, артық дүние жинап, мақтану мен өзгенің қызғанышын тудырмау үшін логом түсінігімен жасалған идея. Әлемге әйгілі Икея осы елде шығады. Қарасаңыз, өте қарапайым. Артық безендіру, әрлеу жоқ, алтынмен аптап, күміспен баптап, жылтырақ тағып, декорлату дегеннен махрұм. Шведтер жиһазды адамнан артық құндылық етпейді, тек қажеттілік санайды. Яғни іске жарайтын, пайдалануға жарамды болуы ғана маңызды. Олар үйлерін біздегідей ірі жиһазбен толтырып, тар жерде тамаша болып отырмайды.
Айтпақшы, Икеяны ойлап тапқан жан 50 миллиард доллары бар өте бай бола тұра қоғамдық көлікпен жүрген. Маңайына ешқандай күзетші ұстамаған. Сондай-ақ ол ысырапқа жол бермеген. Мысалы, ақ қағаздың бір жағы жазылса, тастай салмаған, екінші жағын пайдаланған. Шведтер үшін ақылды болу деген қарапайым болу. Ең қызығы, Швеция қоқыстың 99%-ын қайта өңдейтін планетадағы жалғыз ел. Мұнда мұнай да, газ да жоқ. Энергияны қоқыстан алып отыр. Иә, қайта өңдеу арқылы. Бұл елде автобус, көліктер, биогаз, биоэнергиямен жүреді. Швецияда қоқыс сұрыптау әдеттегі шаруа. Қоқыстың ең басты байлық екенін балабақшада үйретеді. Кішкентай балаларға дейін ақ шыныны бөлек контейнерге, қараны бөлек, қағазды жеке, пластмассаны жеке жинау керегін өте жақсы біледі. Егер сіз дүкенде пластик бөтелкедегі зат сатып алсаңыз, кассаға келгенде бөтелкенің құны үстінен қосылады. Бөтелке босаған соң оны тапсырып, оған төлеген ақшаңызды кез келген автоматтан қайтарып ала аласыз. Бұл да жұртты тәртіпке тәрбиелейтін әдіс. Адамды мәдениетке, жауапкершілікке, үнемшілдікке үйретеді. Ешкім босаған бөтелкені көшеге лақтырып кетпейді. Швеция әлемдегі салығы ең жоғары ел, 56%. Жұмыс беруші қызметкеріне артық жұмыс істете алмайды. Артық әр сағаты үшін төлейтін салық та жоғары. Бұл да логом деген түсініктен пайда болған. Артық жұмыс істеймін деп ақшаға құнығып кетпеу, уақытын отбасына, өзіне арнау, аш көздікке салынбау. Яғни адамдардың денсаулығына, жүйкесіне артық салмақ салмай, уақытында демалуын көздейді. Мұндай жүйе Швеция тұрғындарын әлемдегі ең бақытты елдің бірі етуге себін тигізіп келеді. Бұл елде миллиондаған ақшаны несіне табасың, егер оны жұмсап, рахатын көретін уақытың болмаса деген қағида бар. Сондықтан ақшаны қажетінше ғана тауып, жұмсап, рахатын көретін уақыт қалдырады. Мұнда уақыты жоқ адам ең кедей адам екенін жақсы түсінеді. Швеция туралы көп жазуға болады. Таң қалуға да. Маған ұнағаны логом түсінігі. Ол тәртіп, мәдениет, экономика, денсаулық, барлық саланы, адамның өмір сүру салтын бір жүйемен ұстап тұрған ғажайып идея. Бұл саналы, сапалы қоғамның фундаменті деп есептеймін. Жанар Шамел. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.